Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын восточный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен осындай 50 грамм шекерімізді алып, ыдысымызға құямыз. Сосын 130 грамм сары майымызды алып, сливочный майымызды. Барлығын бір жұмыртқа қосамыз. Менде домашний жұмыртқа, сондықтан тестам сап-сары болып әдемі болып шықты. Осылай барлығын үшеуін араластырып аламыз жақсылап. Сосын ұнымызды қосатын боламыз. Ұнымызбен разрыхителімізді бір қасық разрыхитель қоссаңыздар жетеді. Жақсылап барлығын араластырып, әдемі қамыр етіп илейміз. Қамырларыңыз илеген соң тоңазытқышқа салу керек болады. Осылай бір теста шығады. Егер де көп істейтін болсаңыздар, көлемін көбейтіп істей бересіздер. Менде домашний жұмыртқа болған соң осылай бояу қосылған сияқты өте әдемі болып шықты. Тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Одан соң оны алып келіп, мен табамды майлап алдым бірінші сливочный маймен. Енді осы табаға жақсылап қамырымызды орналастыратын боламыз. Оқтаудың көмегінсіз қолдарыңызбен осылай жайып істейсіздер. Сосын ортаға жайып болған соң шет-шетінде бортиктерін істеуді ұмытпаңыздар. Осылай шет-шетін бортиктерін жақсылап істеп шығыңыздар. Осылай вилкамен тесіп шығасыздар. Сіздер егер де сгущенкаларыңыз өте жақсы, сапалы сгущенка болса, қою сгущенка болса, бірге істей бересіздер. Егер де сапасы менікі сияқты онша емес болып болатын болса, бірінші қамырыңызды пісіріп алып, одан соң барып осындай дәнектеріңізді салатын боласыздар. Мен бірге істеп қойдым, бірақ келесіде осындай сгущенка болатын болса, ең алдымен қамырын пісіріп алып, одан соң барып бетіне осылай сәндеп, одан соң духовкаға бір 10-15 минутқа салып алуға болады. Менде барлығын бір пісірген соң осылай болып шықты. Сіздерге кеңесім солай істеп көріңіздер. Егер де три желания сондай сгущенка болса, бірге пісірсеңіз де болады. Міне соның өзінде өте дәмді болып шықты. Мен сіздерге міндетті түрде кеңес беремін. Міндетті түрде осылай дайындап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айткүл, ал бізге ас болсын.